қала тұрғындарының алдында кезекті есеп беруім өткелі отыр. Бірінші, мен қаланың әлеуметтік экономикалық дамуы бойынша 11 айындағы көрсеткіш бойынша баяндайтын боламын. Содан кейін сұрақ жауаптарға кезек береміз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелович Тоқаев Қазақстан халқына жолдауында еліміздің тұрақты дамуына басты қозғаушы күш, еңбек, білім және азаматтық белсенділік болуы тиіс деп атап өткен болатын. Олай болса, 2022 жылдың 11 айында атқарылған жұмыстың қорытындысын жариялауға рұқсат етіңіздер. Қалалық бюджетке түсетін түсімдер көлемі 2 миллиард 321 миллион теңгені құрады, немесе кіріс бөлігі 18 миллион теңгені 0,8%-ға асыра орындалды. Нысаналы трансферттер көлемі 6 миллиард 942 миллион теңге, немесе бюджеттің жалпы көлемінің 75%-на тең. Қала бойынша орташа жалақы өткен жылғыдан 23%-ға өсіп, 200.797 теңгені құрады. Қала бойынша жалпы өндірістің 16%-ын өнеркәсіп үлесіне тиесілі. 2022 жылғы есептік кезеңде өнеркәсіп өнімнің көлемі 7 миллиард 400 миллион теңгеден асты. Бұл өткен жылғы деңгейге қарағанда 2 миллиард 800 миллион теңгеден астам, немесе 62%-ға өсті. Тиісінше нақты көлем индексі 108%-ды құрады. Агроөнеркәсіптік кешен өңірдің экономикасын дамытудың 38 миллиард 120 миллион теңгені құрады. Өсім өткен жылғы деңгейге қарағанда 19 миллиард 190 миллион теңгені астам, немесе 2 есеге көп. Тиісінше өнімнің нақты көлемінің индексі 177,6%-ды құрады. Биылғы жылы егіс алқаптары 314 мың гектарды құрады, немесе 2021 жылғы деңгейге қарағанда 5400 мың гектарға ұлғайды. Есептік күні 275 мың гектарға жуық алқапты егін жинау науқаны аяқталды. Дәнді және дәнді бұршақты дақылдар шабылып бастырылды. Барлығы 236 мың тоннаға жуық астық бастырылып, өнімділігі гектарына 8,6 центнерді көрсетті. 31 мың гектар алқаптан майлы дақылдар шабылып, 22 мың тонна бастырылды. Орташа өнімділік 7,1 центнерді құрады. Бүгінгі текті қаланың ауыл шаруашылығы құрылымдары 2 миллиард 100 миллион теңгеден астам қаржыға 74 бірлік ауыл шаруашылығы техникасы сатып алды. Қолайлы инвестициялық ахуал экономика дамытудың негізі факторларының бірі болып табылады. Қала бойынша негізгі капиталға салынған инвестицияларының жалпы көлемі 3 миллиард 955 миллион теңгені құрады. Бұл ретте оның едәуір бөлігі кәсіпорындардың меншігі қаражаты 71%. Есептік кезеңде бөлшек тауар айналымының көлемі 6 миллиард 800 миллион теңгеден асты. Нақты көлем индексі 102,6%. Кәсіпкерлік салада 130 тұрақты жұмыс орны құрылды. Кәсіпкерлікті дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған жобасы арқылы бизнесті дамытуға, техника мен тауарларды сатып алуға, несиелерге кепілдік беру және субсидиялауға 44 кәсіпкерге 321 миллион теңгеден астам несие беріліп, 95 жұмыс орны құрылды. Өткен жылы 18 кәсіпкер 116 миллион теңге алған болатын. Бұдан басқа ағымдағы жылы 5 миллион теңгеге дейін гранттық қаржыландыруға арналған конкурстың қорытындысы бойынша 25 миллион теңгеге 5 жоба қолдау тауып, 14 жұмыс орны ашылды. Сауда қызметтерінің дамыту Былғары галантерея тігу және өндіру саласында 5 инвестициялық жоба іске асырылды. Сондай-ақ 282 миллион теңгеден астам қаржыға көмір тұйығының қуатын кеңейту жобасы қаржыландырылып, 54 адамға жаңа жұмыс орны ашылды. Арқалық қаласының су құбырын желден жалпы ұзындығы 190 шақырым, тозуы 85%. Халықты сумен қамтамасыз ету бойынша қызметтер көрсету жақсарту мақсатында бүгінгі таңда қалада жалпы құны 1 миллиард теңгеден асатын қаржыға 3 елді мекенді сумен жабдықтау бойынша 2 инвестициялық жоба жүзеге асырылуда. Өйткені бұл елді мекендерді желілердің тозуы 100%-ды құрайды. Севердің кентінде 232 миллион теңгеге су құбыры желілерін қайта жаңарту жұмысы, құрылыс жұмыстары бекітілген кестеден артта қалып жүргізілуде. Осыған байланысты қазіргі уақытта сотқа дейінгі рәсімдер өтуде.
Арқалық қаласының Ашутасты және Аңғар ауылдарында ұзындығы 51 шақырым болатын су құбыры желілерінің құрылысы жүргізілуде. Жобаның құны 869 миллион теңге, жұмыстың аяқталу мерзімі 2023 жылы. Елді мекендерді сумен жабдықтау және су беру жөніндегі инвестициялық жобаларды іске асырудың оң қарқынын қамтамасыз ете отырып, ағымдағы жылы 4 жоба бойынша жобалау сметалық құжаттама әзірленіп, сараптаманың оң қорытындылары алынды. Ұзындығы 25-6 шақырым болатын Арқалық қаласында су құбыры желілерін қайта жаңарту бірінші кезеңі, Жаңақала 2-дің және Қайынды ауылдарында суды тазарту және тарату пункттері салу. Жоғарыда аталған жобалардың жалпы құны 1,4 миллиард теңгеден асады. Көп пәтерлер тұрғын үй секторының тозуын назарға ала отырып, облыстық бюджет қаражаты есебінен 100 үйдің төбесіне жөндеу жүргізу және 2 үйдің балконын қираған бөлігін қалпына келтіруге 100 миллион теңге бөлінді. Ағымдағы кезеңде біз қаланы абаттандыруға және басқа да инфрақұрылымдық жобаларды жалпы сомасы 76 миллион теңгеден астам қаражатқа іске асырдық. Оның ішінде демалыс саябағында кеме моделі түрінде балалар ойын алаңы орнатылды. 1400 шаршы метр астам алаңы тас төселді. Саябаққа қоршау орнатылды. 8 балалар ойын алаңы орнатылды. Демалыс саябағында 187 миллион теңгеге жеке кәсіпкерлердің инвестицияларының есебінен маусымдық 93 жұмыс орны құрыла отырып, бірқатар шаралар іске асырылды. Өңірдің автомобиль жолдарында қауіпсіз жұмыс істеу үшін 27,6 миллион теңгеге іс-шаралар кешені жүргізілді. Республикалық және облыстық бюджеттер есебінен 1 миллиард 511 миллион теңгеден астам қаржыға автожолдарында 3 учаскесі жөндеу жұмыстары жүргізілді. 215 миллион теңгеден астам қаражатқа Жақшақ Жәнібек көшесіне бордюр және тротуар орната отырып, орташа жөндеу жүргізілді. 1 миллиард 73 миллион теңгеге Арқалық Ашутасы Шилі аудандық маңызы бар автомобиль жолына учаскесіне орташа жөндеу жүргізілді. Демченко көшесіне 163 миллион теңгеден астам қаржыға орташа жөндеу жасалды. Бұдан басқа Қайырбек көшесіндегі автомобиль жолының бойына 27 миллион теңгеге жуық қаражатқа брусчатка төсеу бойынша құрылыс жұмыстары аяқталды. Жалпы пайдалану орындарында 7 миллион теңгеге 8 бейне байқылау камерасы орнатылды. Жылумен жабдықтау жүйесінің 85%-ға тозуына байланысты ұзындығы 34,7 шақырым жылу желілерін реконструкциялауға жобалық сметалық құжаттама әзірленуде. Қаланың жылу желілерін қайта құрудың бірінші кезең іске асыруына 3 миллиард 300 миллион теңгеде ақша қажет. Арқалық жылу энергетикасы компаниясы үшін алдағы жылыту маусымына облыстық бюджет есебінен 35 мың тоннаға көмір сатып алуға 532 миллион теңге бөлінді. Қазіргі уақытта шарт жасалды, көмір жеткізу кестеге сәйкес жүзеге асырылады. Бұдан басқа Арқалық жылу энергетикалық компаниясы үшін бюджет қаражат есебінен 373 миллион теңгеге 11 бірлік арнайы техника сатып алынды. Қалалық бюджет қаражат есебінен 108 миллион теңгеден астам қаржыға 2 техника сатып алынды. Облыстық бюджет трансферттері есебінен 265 миллион теңгеге 9 бірлік арнайы техника сатып алынды. Әлеуметтік және кәсіпкерлік қызметті дамыту үшін бос тұрған ғимарат қалпына келтірілді. Ол жерге қазіргі уақытта ардагерлер кеңесі, бизнес орталығы, балаларға арналған қосымша білім беру орталығы орналасқан. Білім беру саласына дамытуға 6 миллиард 527 миллион теңгеден астам қаражат тиесілі. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытумен 1595 бала қамтылды. Қамту көрсеткіші шамамен 75%-ды құрайды. Мектептердегі оқушылардың жалпы контингенті 6568 оқушыны құрады. 103 миллион теңгеге қалалық және ауылдық мектептерде жылу қазандықтарын ағымдағы жөндеу және ауыстыру жұмыстары жүргізілді. Денсаулық сақтау саласында есептік кезеңде елімізді өлім жітімнің 50%-ға төмендету бойынша оң динамикасы байқалды, ана өлімі тіркелген жоқ. 2021-2022 жылдағы облыстық бюджет есебінен 72 миллион теңгеден астам қаражатқа Торғай боксит кен басқармасының бұрынғы әкімшілік ғимаратында жөндеу жұмыстары жүргізілді. Атап айтқанда өңірлік емхананы орналастыру үшін мамандандырылған кабинеттер жөнделіп, сантехникалық жұмыстар жасалды.
Нысан арқалық өңірлік емханасының меншігіне беріліп, бүгінгі таңда дәрігерлердің қажеттілігі 22 маманды құрайды. Медициналық персоналды тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін 2023 жылы пайдалануға берілетін 18 пәтерлі үй қалпына келтірілуде. Әлеуметтік қорғау саласында жұмыссыздық деңгейі 2,5% немесе 507 жұмыссызды құрады. Өткен кезеңде 758 жұмыссыз тұрақты жұмыспен орындарына орналастырылды. Әлеуметтік қорғау шараларымен 1280 адам қамтылды. Ағымдағы жылдың есептік кезеңде қаланың аз қамтылған тұрғындарына жалпы сомасы 121 миллион теңгеге атаулы әлеуметтік көмек және тұрғын үй жәрдемақылар төлеу түрінде әлеуметтік қолдау көрсетілді. Спорт саласында 67 миллион теңгеге жөндеу жұмыстары жүргізілді және қосымша спорт кешендері орнатылды. Жігер стадионы спорт залының ағаш едені мен трибунасындағы орындықтар ауыстырылды. Қаланың шағын аудандарында 4 шағын футбол алаңы мен 4 воркаут алаңы орнатылды. Сондай-ақ облыстық бюджет есебінен ағымдағы жылы 50 миллион теңгеге Шаршы Жәнібек көшесінде 100 мекен жайында орналасқан спорт залды күрделі жөндеуге бірінші кезеңі жүргізілуде. Ағымдағы жылдың басынан бері Қалан клубтың мекемелеріне 931 мәдени бұқаралық іс-шаралар өткізілді. Мәдениет нысандарының материалдық, техникалық қамтамасыз етуді жақсарту үшін 25 миллион теңгеден астам қаржыға шағын автобус, музыкалық жабдық, би костюмдары сатып алынды. Облыстық көркемпаздар байқауында Арқалық қаласы жүлделі 2-ші орынды жеңіп алды. Рухани жаңғыру бағдарламасының іске асыру шеңберінде 67 миллион теңгеден астам қаржыға 8 бағыт бойынша жұмыстар іске асырылды. Оның ішінде әлеуметтік қорғау саласындағы жүрек жылу 2021 қоғамдық қайырымдылық қоры ұйымдастырылды. Оның мақсаты қайырымдылық қызметін жүзеге асыру болып табылады. Қорға келіп түскен 4 миллион теңгеден астам қаржы өмірлік қиын жағдайға тап болған балаларға көмек көрсетуге, сондай-ақ балалардың спорттық және мәдени жетістіктері үшін көтермелеуге жұмсалды. Домбыра күніне мерекелеуге демеушілер есебінен 9 миллион теңгеден астам қаржыға іс-шаралар өткізілді. Спортпен және дене шынықтырумен айналысуға көпшілікті тарту мақсатында 3 миллион 300 мың теңгеге ардагерлер саябағы паркын абаттандыру бойынша жұмыстар жасалды. Ауыл жастарын салауатты өмір салтына тарту мақсатында іс-шаралар кешені жүзеге асырылды. 4 миллион 500 мың теңгеге көше тренажерлары орнатылып, спорт құрылғылары сатып алынды. Ұлттық мәдениетті насихаттау мақсатында 7 миллион 850 мың теңгеге абай аллеясы ашылды. Ұлттық мәдениетін дәріптей отырып, 17 миллион 700 мың теңгеге Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына арналған іс-шаралар ұйымдастырылды. Халықтың мәдени деңгейін арттыру жолында 2 миллион 300 мың теңгеге Жұмабай Шалабайұлының бюсті орнатылды. Тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесін шешу мақсатында АБ Жаркүл жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қалпына келтіру және пайдалануға беру үшін қаланың коммуналдық меншігіне құны 18 миллион теңгеден асатын 24 пәтерлі тұрғын үй ғимаратын өтеусіз негізде берді. Баяндамам аяқталды. Алдағы жұмыс жоспарларын қосымша айтылатын болады. Назар аударғандарыңызға үшін үлкен рахмет. Келесі енді сұрақ-жауапқа уақыт берейік. Сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Маған немесе осы залда бір қатар мекеме басшылары бар, соларға қоюларыңызға да болады. Саламатсыздар ма, құрметті қатысушылар. Ассаламалейкум. Әмірхан Біркенұлы, менде бірнеше сұрақ бар. Бірінші сұрақ емес, өтініш. Мен өзі арайлы арқалық Instagram, Facebook, YouTube каналын жүргізем. Сонда мен оқырмандарым ондай сұрақ қояды, өтініш. Ерекше балаларға арналған қалада жағдай жасалсын деп. Сіз алдында Сенат депутаттарымен кездескенде босаған сыбақ ғимаратын осы ерекше балаларға арналған орталық болады деп айттыңыз. Осы мәселеде жаңағындай ата-ана тараптан сұрақтар көп. Сондықтан да сізге ұсыныс, осы қаладағы барлық ерекше балаларды тәрбиелеп отқан ата-аналармен кездессеңіз,
олардың мұқтаждықтарын естісеңіз, бірлесіп, сосын сол свадағы орталықты қалай жасақтау керек, жабдықтау керек, осының барлығы бірлесе істесе, мен ойлаймын, сол ата-аналар әкімшілікке, мемлекетке деген көзқарасы өзгереді. Бұл бірінші өтініш. Екінші өтініш, мені мынау жарықтандыру мәселесіне. Қаламыздағы соңғы уақытта, түнгі уақытта жарық өшіріледі. Оған байланысты әкімшіліктің жауабы болды, қаланың бюджеті көтере алмайды деп. Енді осы мәселені келесі 23 жылы облыстық бюджеттен сұрадыңыздар ма? Егер қаланың бюджеті көтермесе, облыстық бюджеттен сұрайық. Бұл дегеніміз адамның өмірі, денсаулығы, ұрлық, тонау, зорлық, осының барлығы түнгі уақытта болады. Сондықтан да ертең ол кісілерге бірдеме болса, мысалы ЖКХ жауап бермейді ғой, немесе әкімшілік жауап бермейді. Сондықтан да бұл мәселе аса өзекті. Келесі сұрақ, үшінші сұрағым, көлік мәселесі. Бұл енді традиционный деп айтуға болады, дәстүрлі. Бұны қоюға да уже ұяламыз, дегенмен де оқырмандар қойыңыз дегеннен кейін мен қойып отырмын. Қоғамдық көлік мәселесі қашан шешіледі бізде? Енді әкімшіліктің тарапынан жасалып жатыр, айтып жатсыздар, кәсіпкерлерді іздеп жатырмыз, таба алмай жатырмыз деп. Мүмкін басқа аймақтардан іздеу керек пе екен, басқа жолдары бар ма екен, лизинг беру мәселесі, тағы да басқа мәселесі. Не болмаса, жаңағындай қазіргі қоғамдық көліктің зардабын кішкентай балалар шегуде. Өйткені нақалдан, родинадан қалаға қатынайтын, немесе северден қатынайтын оқушылар барды. Олар кезінде сол мектепке түскен, енді мектебін ауыстырғысы келмейді. Сондықтан да егер қоғамдық көлік мәселесі шешілмесе, онда балаларға арналған автобус ашылса, таңертеңгі уақытта, қараңғы уақытында апарып жаңағындай осы қауіпсіздік шарасы жүзеге асса. Келесі сұрағым менің міндетті әлеуметтік сақтандыруға байланысты. Кеше ғана YouTube каналында мен жарияладым, көрсеңіздер. Бізде таңдау мүмкіндігі берілу керек емделушілерге. Мысалы, осы отырғанның барлығы адам болғасын ауырады. Пациент болғаннан кейін, барғаннан кейін ол жердегі дәрігерлер таңдау құқығын беру керек. Мінекей, ауруханада бар ОЗИ, Қостанайда бар, және жаңа ашылған Бақыт клиник дегенде бар. Қандай таңдайсыз? Біз ешқандай лоббирование етпейміз. Қайсыны таңдайсың, барыңыз деп таңдау мүмкіндігі берілу керек. Кеше ғана YouTube-қа түскен видеода сол жеке кәсіпкер сізге үлкен рахметін айтты. Сіздің қолдауыңызбен осы жаңа клиникасын ашыпты. Мемлекеттен 20 миллион кредит алыпты. Мемлекет жасап жатыр, Құдайға шүкір. Енді осы жерде жаңағындай таңдау құқығы берілсе, дәрігерлермен бірлесе отырып жұмыс істесе, емделушілерге тегін жаңағы сақтандырудың ақшасы түседі, олар тегін өз үйден түседі. Жаңағы терапевтерлері бар, басқа дәрігерлері бар. Осыған кішкене қолдау көрсетсеңіздер. Келесі сұрақ, бұл ең көп сұрақтардың бірі Қазақтелеком мәселесі. Қазақтелеком мәселесінде интернет арқылықта өте нашар деңгейде деп көптеген оқырмандар жазады. Өйткені бізде 12 мегапиксельге дейін. Оның жақында мен қосылайын деп жатырмын, 8 ғана дейді мегапиксель. Мысалы, салыстырмалы түрде мен Қостанайдағы үйімде 500 мегапиксельге дейін. Қостанайда 500 мегапиксель, мына жерде 12-ге дейін. Разница үлкен ғой. Бірақ бізге управлениеға звондаған кезде мен басшысына звондап сөйлестік біраз. Ол кезде айтады, интернет бүкіл Қазақстан бойынша, Қостанайда да, Астанада да нашар дейді. Бірақ бізде одан да нашар. Сондықтан да осы Қазақтелекомның басшылығымен әкімшілік бірлесе отырып, осы оптоволокноны өткізу арқылыққа сапасын жақсартуға жұмыс жасалса екен. Ең соңғы өтінішім, Қайырбек көшесіне брусчатка салдыңыздар, былтыр осы мәселені көтерген кезде әкімшілік тарапынан қолдап 27 миллионға жаңа айттыңыз, бірақ жұмыс әлі аяқталмаған сияқты. Егер сіздер қабылдап алсаңыздар, онда қабылдаушы адамдарға үлкен сұрақ. Өйткені строительный мусор жерде жатыр. Анау брусчаткалары құм төселмеген, жай ғана сала салған, жартысы бар, жартысы жоқ. Жаңағындай пешеходтың жаңағындай өтетін жерде коляскамен өтетін орын жоқ. Яғни қалай болса солай салған. Осы мәселені өз бақылауыңызға алсаңыз, қабылдау кезінде қандай бір мәселелері бар. Сосын жаңа Қайырбек көшесіне тағы да оралайын, өйткені айтады ғой, мемлекеттің, биліктің істеген істері шеткі аймақтардан көрінеді деп. Қайырбек көшесінде соңғы уақытта сіз көп нәрсе істедіңіз, сіздің арқаңызда
мына балалар алаңқайы салынды, спорт алаңқайы салынды, одан кейін жаңа тротуар салынды, одан кейін мен сізге өтінішпен теплотрасса арқылы мостик салып бердіңіз, асфальт салып бердіңіз, үлкен рахмет. Дегенмен де осы 30 жыл ішінде көрмеген шет аймақтарда өте әлі көп мәселе бар. Оның ішінде жаңағы 80-ші үйдің алдында мынау сымдар шығып тұрған үлкен ескі бетондар. Ертең адамдар бір шалып құланса, біреу жазым болса, сол жерде үлкен қауіп бар. Сондықтан да келесі 23-ші жылға брусчатка ма, асфальт па, осыны салып берсеңіз, Қайырбеков 80 көшесіндегі жаңағындай подъезд жол, өйткені үлкен мәселе туындайды сол жерде. Сосын мынау Қайырбеков 70, 76, 80-ші үйдің тұрғындары қалаға барған кезде, яғни орталыққа қарай жүрген кезде, АТЭК тарапынан, АТЭКтің қасында не бар, парковка бар. Сол парковка күзде, жауын шашында, көктемде суға толы болады да, адам өту мүмкін емес. Сондықтан да адамдар жолға шығып кетеді. Бұл аварийный ситуацияны создает. Сондықтан да бұл жерге бір асфальт биіктеп салып берсеңіздер, ол үлкен не емес, ауқымды емес, квадрат метрін білмеймін, дегенмен де әкімшіліктің тарапынан қолға келетін нәрсе деп ойлаймын. Рахмет. Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Так, жаңағы ерекше балалардың арналған бұрынғы СВА ғимаратын біз ұсыныс беріп жатырық. Қазіргі таңда соған жұмыс жасайтын мәдігерлерді іздеп жатырық. Төлек Казович, сіздер үлгермеген шығарсыздар, оған жұмыс жасап. Микрофон беріңіз. Ол жөнінен енді алғашында өтініш жасаған жақсылық деген клиника бар бізде. Ол әуелде сол алам, соны өзім ремонттаймын, соның кішін қалыпқа келтірем деген. Енді мен ол жігітпен сөйлесіп отырмын, Арман Бақчанович. Ол жігіт айтады, уже анау неден қазір отырған Айша сауда үйінен ана столовый жағын ол кісілерге беріпті, тегісі ремонттап дайындап. Енді сондықтан бізде қазіргі таңда сол жерде жұмыс істеуге барлық жағдай бар. Біз ол мәселе жөнінен бұрынғы жоспарымызды өзгертіп отырмыз деп. Одан кейін мен осындағы зерделі деген орталық бар. Балалармен жұмыс жасап жатқан сол зерделі орталығының басшысымен сөйлестім. Ол бала негізгі иесі Қостанайда тұрады. Ол бала 1-2 күнде хабарын берем деді. Мен сосын осы жердегі представителін апарып тағы көрсетейін дегенмін. Қанша бөлмесін аласыздар, қанша несін аласыздар деп оларға айттым. Олардың хабарын күтіп отырмыз. Енді үшінші осында жаңағы Алақан ба неде ана Мерси орналасқан үйде бір тағы бізде орталық ашылған. Енді ол бала мен 2 рет бардым, тіпті өзім барып жолға айдап. Пока есігі жабық тұр, сол жермен сонымен сөйлесеміз. Егер ол балалар көшеміз дейтін болса, онда сол балаларды көшіреміз. Ол балаларды жаңағы сол инклюзивті балалармен жұмыс жасайтын орталық. Жақсы, рахмет. Сол себептен біз қазір сонымен айналысатын бір организациялар табылды, предприятияларды, кәсіпкерлерді. Содан кейін жаңағы СВА-ның зданиясын ұсынамыз. Ремонттап бер десе, ремонттап береміз. Өйткені біз қандай бөлме қанша квадрат метр болу керек екенін білмейміз, ол қазір сразу ремонттай алмаймыз. Сол себептен келісіп алайық. Или өздері ремонттап аламыз, сол анау арендаға жатады дейтін болса, онда жаңағы немізді ұсынамыз, жаңағы СВА-ның несін, ғимаратын. Ол жұмыс күнделікті қадағалауда жұмыс істелінеді. Енді жаңағы освещение улицы деп жатырық қой, түнде сөндіреміз деп. Енді облыс тарапынан қазір ақша қарастырылып жатыр 23-ші жылға. Есептеп көреміз, если сол ақшамыз жететін болса, онда түнгі уақытта қосатын боламыз, бірақ кешеден или бүгінден бастап орталық көшелерде Абай көшесі, Шақшақ Жәнібек көшесі, Әуелбек көшесі, Байтұрсынов көшесі, оларға уже түні бойын қосыңдар деп кеше тапсырма берген болатын. Енді алдағы уақытта да қарастырамыз. Енді өткенде де айттым, енді қайталап айтып отырайын, бірнеше есе ненің киловаттың бағасы құны өсіп кетті. Былтыр 34 теңге болса, қазір 91 теңге. Бюджетке өте нагрузка, хоть облыстық бюджет болсын, хоть қалалық бюджет болса,
да все равно ол бюджеттің ақшасы біздің қаражат қой. Сол себептен мен ойлаймын, сол есептеуге керек деп. Қазір біз 3-тен 6-ға шейін ғана 3 сағат қана өшіреміз. 3-тен 6-ға шейін. Енді ол уақытта адамдар ұйықтап жатады. Тағы да қарастырамыз, енді ақшамыз жететін болса, түні бойын қосатын боламыз басқа көшелерде. Бірақ мына 4 көше түні бойын қосылатын болады. Автобусный маршрут туралы енді осында Рүстем Асаханович болуға тиіс, сол менен дұрыс жауап береді ғой деп ойлаймын. Саламатсыздар ма, қала тұрғындары, жұмыс жиналысына қатысушылар. Жаңағы көлік туралы айтып өтсек, осы июнь айынан бастап мен осыны алғам, мойныма осыны бір жүйеге қоямын деп. Енді одан кейін біраз уақыт өтті. Автобустар шығардық, көліктер. Адамдар аз, бірақ шыны керек. Көбісі таксиға мініп кетеді. Ешкім пустой жүргісі келмейді, содан осылай болып жатыр шамалы жағдайлар. Енді қазір уақытта 2 автобус тұр бізде. Жүргізетін адам жоқ. 100-мыңнан 150 мыңға зарплата деп айттық. Ешкім келмейді. Арқалыскіден жаңа автобус алып келдік. Осы қалада 1-2 автобус жүр. Олардың өзі күнне, осы жерде водитель бар ма екен? Күнне 2-3 круг айналады, бір-ақ адам дейді. Бәрі тастап кетіп отыр. Сол үшін адамдарға да өзіміз ескертуіміз керек, неге мінбесін таксиларға мінбей Астана-Пұты күтулердің. Келесі жылға енді 3-4 автобус қойдық қазір, планда бар 2023-ге. Если сол болып жатса, онда қайтып маршрутты жаңартып істейміз деп айтамыз. Басқа айтарымыз жоқ енді. Жақсы, енді мен толықтырайын. Қазір таңда Рүстем Асаханович нетіп жатыр, несиеге алуға құжаттарды тапсырды. Енді жаңа жылға шейін үлгермейтін шығар, алады. Осы автобус сатып алғаннан кейін жаңағы бір адам жүрсін, екі адам жүрсін, маршрутты толықтырғаннан кейін автобустар жіберетін боламыз. Бюджетке субсидия жасауға біз уже ақша облыстық бюджеттен алдық. 32 миллион теңге, соны кірісі мен шығасын шығарып, субсидировать ететін жағдайымыз бар. Енді қазір таңда сол автобустар жіберіп, 1-2 ай хронометра жасап, сосын жаңағы субсидияның суммасын салып төлейтін жағдайымыз бар. Бюджетте қарастырылған ақша. Жаңағы енді УЗИ-да, Бақыт клиникасында ашылған, енді мен оны поликлиниканың басшысы бар ма сында? Жауап беріңіздер. Қала тұрғындары, жаңағы УЗИ жөніндегі сұраққа жауап беріп өтсек, бізде поликлиниканың өзінің құрамында УЗИ дәрігері бар, штатымызда зарплата алып айлық алып отырған УЗИ дәрігер, УЗИ медсестрасы бар. Жалпы поликлиникада 350-дің үстінде адам жұмыс істейді. Сол адамдар біз өзіміздің жаңағында поликлиникада көрсетілетін барша медициналық жаңағы обследование тексерулердің барлығына да ең бірінші өз поликлиникамыздағы мамандарға жібереміз. Содан кейін барып қана, егер бір жаңағындай түсініксіз жағдайлар болса, жаңағындай спорный бір вопростар болса, сондай кездерде ғана басқа мекемелерге жолдаймыз. Өйткені әрбір поликлиникадан басқа жаққа жіберілген науқастар үшін поликлиника ай сайын ақша өз несінен аударып отырады. Сондықтан енді бізде өзімізде штаттық құрам толық болғаннан кейін науқастардың өзімізде қаралып, өзімізде емделіп, содан кейін барып қана басқа жаққа барғандары дұрыс. Сөйтіп енді қосымша сізге сұрақ қойын. Жаңағы келген сізге науқас есе айтса, жоқ, мен сіздердің УЗИ-ларыңыз ұнамайды, мен анау жаңағы Бақыт клиникаға барам дейсің болса, онда направление бересіздер ме? Егер түсініксіз жағдай болса ғана, спорный жаңағындай бір ситуациялар болса ғана. Ал егер әрбір науқас маған анда бер, мында бер дегенге біз оны толық олай жібере алмаймыз ғой. Онда поликлиниканың жұмысы ол өзі қарамайды, өзі емдемейді, тек басқа жақтарға ғана жаңағы жолдама берумен ғана шектелу керек сияқты болып тұрады. Сол себептен бізге поликлиникада керек, ол үкіметтің мекемесі, сол себептен ол қазір жаңа конкурентный среда ғой, жаңағы Бақыт клиника болсын, басқа да не болсын, УЗИ басқа қызмет жасайтындар болатын болса, олар адамдарды тартып алу үшін өздерінде жұмыс жасау керек.
өздері. Қазір мына поликлиника направлениеға беріп отыратын болса, онда поликлиника вообще жабылып қалады. Иә, сондай ситуация. Доход болмайды да, нетпейді. Қазір, например, поликлиникадағы жаңағы УЗИ-да, жаңағы Бақыт клиник, басқа жерлерде жасалатын жаңағы обследованиелердің барлығы да жасалады. УЗИ скрининг қазір мынау роддомда, Аркаловская деген әнді больница дейді ғой. Ол жерде де әйел адамдарға арналған жаңағы жүктілік кезінде жасалатын міндетті скринингтардың барлық түрлері жасалады. Кольпоскопия деген жаңағы обследование қазір жазып жатқан жаңағы Бақыт клиникті, ол да аурухананың дәрігерімен қазір жасалынады, оның бәрі қолға алынып жатыр. Жақсы, Құралбай Қырлович, қосымшаға тәніп едіңіз? Саламатсыздар, жиналысқа жиналысқа қатысушылар. Бұрындары арқалықта жүкті әйелдердің скрининг жасалмаған, ақылы түрде өткен, қала ішінде және де облысқа жіберіліп отқан. Қазіргі таңда жазғы уақытта біз бір специалисті оқыттық. Кеше ғана тағы да Астана қаласына барып Тиянақты тағы да оқу өтіп келді. Бізде эксперт класста УЗИ аппарат бар. Айына 100-ден астам жүкті әйелдерді скрининг өткізіп отыр. Маман оқыды. Бұл сұрақта Құралбай Қырлович көптен бері көтеріліп келетін сұрақ еді ғой, да? Да, әрине сол. Бұрында скринингте ақылы өткен, қазір тегін поликлиникамен бірге аурухана бірге жұмыс істеп жатырмыз. Енді рахмет. Біріншіден біз өзіміздің үкіметтің государственный учрежденияларды қолдауымыз керек. Поликлиника болсын, больница болсын. Өйткені қазір біз жекелер енді көп көңіл бөліп жүрсек, бұл кісілер доходсыз қалады да, врачтарды да нете алмайды, тарта алмайды өздеріне, немесе оборудованиеді ала алмайды. Сол себептен приоритет бізде все-таки поликлиника мен больница. Жаңағы жеке ашылғандар на конкурентной основе өздері конкурировать етіп, өздеріне пациент клиенттерді привлекать ету керек. Так, Қазтелеком интернет бойынша жаңа бірінші басшысы бар ғой да, Қазтелекомның. Алдырын. Саламатсыздар, жиынға қатысушылар. Арқалық қаласы бойынша мысалға байланыс желісіне жылда бөлінген сома бойынша объектілерді алып, жылда жоспарлы жұмыс жүріп жатыр. Биылда мысалға осы қала бойынша 5 үйдің кабельдік желілері және магистралдық кабельдері ауыстырылды. Ол направление Абая көшесі, Абая Байтұрсынова 119-110 сол үй мақтарды, сосын Маясова көшесі 22-24 кабель үйлерінің кабельдік желілері ауыстырылды. Алдағы жылы мысалға жоспарланып отыр, тағы да 2 миллионның соманың сыртында материалдар и және оның сыртында ЖД вокзалы районында ол жаққа оптика волоконный кабель салынады. Ол уже осы биылдың жазы 23-дің жазында жоспарланып отыр. Жоспарлы жұмыс жасалып жатыр. Абоненттердің мысалы халықтың сұранысы бойынша жұмыс жүріп жатыр. Енді мынау өткенде дачный шағын микрорайонында бір кісілер сұрады, өтініш білдірді, сіздер оларға интернет тартып бере алмадыңыздар. Северныйда соған қашан дұрысталады, қашан сіздер тартып бере аласыздар интернет? Енді кабельдік ол үшін техникалық мүмкіндігі кабельдік желіліктердің кейбір жерлерде сыйымдылығы көтере алмайды. 10-дық кабель тұрса, мысалға ол жерге 11-ші абонентті қоса алмаймыз. Ондай жұмыстар жоспарлар служба развития дейді. Сондайға өтінішпен жазылады, берілді. Біз ол абоненттердің тізімі бар, бізде тұрған сұраныста тұрғандар. Ол бойынша жаңағы жұмыс жасалып жатыр. Жақсы, рахмет. Енді мен толықтырайын. Жылдың басында кеше управление информатизация архиві Қашқаевпен сөйлескен болатын. Жылдың басында осы халықпен ол келіп кездесу өткізеді. Сонда келгенде бұнда тек қана Қазтелеком емес, басқа да осындай қызмет көрсететін нелер бар, кәсіпкерлер, соларды ала келеді. Солардың қайсы тиімді, қайсынікі жақсы, солмен жұмыс жасайтын боламыз. Енді мен тарапымнан оларға бір не тауып беру, помещение тауып беру. Соғаннан қарастырып жатыр, қай помещение беретінімізді. Помещение тауып беріп, сонда Қазтелекоммен бірге ол кісілерді жұмыс жасап, қызмет жасай алады. Енді олардың айтып жатқан бізде тағы да ауылдың тұрғындары Екіден, Жаңақала,
қайынды интернеттері өте нашар. Оларға облыстық бюджеттен 310 миллион теңге сұрап жатыр қазіргі таңда. Қарастыру үстінде матчта қойып, оларға сол интернеттің жылдамдығын жақсарту үшін сондай жұмыс жасалынады келесі жылға. Сондай жоспарлар бар. Сол кеше айтты, сондай ақша сұрап, сондай жұмыс істейміз деп 3 матчта қойылатын болады. Енді сонда бізде Аққошқар қалады, шешілмеген, сосын Алуа, кажется. Сол екі ауылда кішкене вопрос, сұрақ шешілмей кейінгі жылға қалып тұр. Қала бойынша жаңағындай нелерді алып келеді, басқа кәсіпкерлерді келеді, сосын оларда осы қаламызда жұмыс жасайтын болады. Так, мынау брусчатка жөнінде Қайырбек көшесінде ЖКХ Мешбек Ағанович бар ма? Жауап берсеңіз. Саламатсыздар ма? Мен аты жөнім Жұманов Мешбай. Сұрағыңызға рахмат. Енді брусчатканы көрдік, енді сізбен қазір осы жиналыстан кейін шығып қарап шығайық. Негізі кәдімгі айтып жатырсызды, қоқыс, құрылыс қоқыстар жатыр деп. Негізі алынған. Егер де сіз тағы да айтсаңыз, біз олардың бәрін аламыз. Екінші сіз айтып жатсаңыз, балаларға жүргенде кедергі жасайтын орындар бар деп. Оны да қарайық бірге. Сосын мердігерге айтып солардың бәрін түзетеміз. Жақсы, рахмет. Енді ол мердігер шынында да жұмысты кешіктіріп бітірді. Салқын күні істеді, бірақ гарантийный обязательствосы бар, распискасын бәрін жаздырып алдық. Көктемде жаңа істелінбеген, қазіргі уақытта істей алмаған шаруаларын көктемде міндетті түрде істеп береді. Сосын жаңа Қайырбек көшесіндегі жаңа 80 сым шығып тұрған, мен оны білем. Мешбек Қажанұлы, сіздер жоспарлау керек оны. Келесі бюджетке салып, өте көп емес, істеп тастау керек. Сосын жаңағы АТЭК-тің жанындағы неге енді асфальт төсей алмасақ та тротуармен не істеп тастау керек, дорожка. Брусчаткамен тротуар істеп тастау керек. Тағы да қандай сұрақтарыңыз бар? Саламатсыздар ма, тұрғындар? Саламатсыз. Мен Бақыт клиникасының бас дәрігерімін, Бақтиярова Гүлназ Бақтияровна. Мен жаңа қойылған сұраққа өте жауап қанағаттанған жоқпын. Себебі Қазақстан Республикасының 360-шы бабы бойынша әр науқас өзінің таңдауына ие. Неге? Мен айтып өтейін, 1 декабрьден бастап, желтоқсан айынан бастап біз әлеуметтік сақтандыру қоры бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Әмірхан Біркенұлы, сіздің алдыңғы жиналыстарыңызда халық өз сұраған болатын. Неге Бақтиярова Гүлназ әлеуметтік сақтандыру қоры бойынша жұмыс жасамайды деп. Сол сұрақты біз қолға ала, 1 желтоқсаннан бастап сол комисс жүйесіне біз қосылдық. Енді науқастар келіп жатқан жоқ емес, бірақ таңдау өздерінде емес, өздерінің құқығында емес. Неге? Мен бас дәрігермен, емхана дәрігермен сөйлестім, Орынбаев Ринат Дастановичпен. Ринат Дастанович, бұл әр әйелдің өз таңдау құқығы. Ана мен бала қазір 1 орында. Оны барлықтарыңыз білесіздер. 9 ай 9 күн ол құрсағында көтереді. Оның ішкі жаңа баланың скрининг дейді ғой, жаңа Ләззат Амангелдиевна айтып өткендей, скрининг бақылауынан қаралу керек. Дұрыс, қазір дәрігер бар шығар, мен оған ешқандай да қарсылығым жоқ, бірақ әйелдің өзінің таңдауында болу керек деп ойлаймын. Барса әйелдер ұрсып жібереді екен. Жоқ, біз жібермейміз. Неге біз жіберуіміз керек ол кісіге? Өзімізде бар, мәжбүрлі түрде жаңағы больницаға жіберіледі екен. Больницада, поликлиникада қаралатын дәрігерге. Неге мәжбүрлі түрде? Егер ол әйел, ол адам өзі ай сайын сақтандыру қорына өз қаражатын сала отырып, неге адам өз құқығымен, өзінің таңдауымен неге бармайды өз дәрігеріне? Жарайды, мен жеке кәсіпкер болайын, бірақ бәріміз де дәрігерміз ғой. Мен сол жағы кішкене түсініксіз болып тұр. Орынбасар кісімен де Ләззат Амангелдиевнамен сөйлестім. Енді бізде видеокольпоскопия аппараты тұр.
видео кальпоскоп ол Южно Кореядан алдырттық, 3 ай оны күтіп қойдырдық. Енді ол әйел кісі, әрбір әйел кісі оны жылына 1 рет өту керек. Жақсы, мен сіздің сұрағыңызды түсіндім. Енді сіздің аппарат, поликлиникада тұрған аппараттан жақсы ма, сонда качественный параметрларымен, сапалы жағынан? Видеокальпоскоп ол сапалы, ең жоғарғы, ең новейший дейді ғой технология, қазіргі ең соңғы шыққан про аппараттардың бірі. Енді ол өзі көріп жатады әйел, қанағаттанады, экранда барлығы көрініп тұрады. Түсінікті. Поликлиника застан жоқ, мен сізді білмей жатырмын отчетыңызды. Сіздікі қандай качествосы? Видеокальпоскоп пока неде поликлиникада жоқ. Ауруханада дәрігерді оқытып, сол жаңағы ауруханада жасалатын болады. Құрабай Қалбач, сізде ғой получается, да? Видеокальпоскоп бізде қазір тоже бар, негізі. Жоқ, по качеству жаңағы кісі айтып отыр. Качество видеокальпоскоп бізде бірдей, товарный. Қазір қосымша кальпоскопия. Я к чему, Құралбай Қалбач? Сейчас вот жаңағы ана келді ғой, жаңағы түсейін деп, врачқа келді. Енді онда сіздер не беріңіздер, возможность. Мен анда барам больницке, немесе жаңағы бақыт клиника барам дейтін болса, сондай возможность беріп. Бірінші УЗИ жөнінде болған жаңа скрининг туралы, УЗИ бізде эксперт классы, ең жоғарғы. А кальпоскопия ол қосымша дәрігерді оқытып жатырмыз, но оның насадкаларын бәрін сатып, келешекте сатып аламыз деп ойлап отырмыз. Кальпоскопияда, по-моему, сұрақ болмауы тиіс. Раз конкурентный среда болғаннан кейін, сіздер жаңағы ата-аналарға возможность беріңіздер онда. Жаңағы бақыт клиникаға бара ма, немесе сіздерге бара ма екен? Әр адамға таңдау құқығы берілсе деймін. Все, түсінікті, енді айтылып отыр. Ол заңда да айтылған, бәрі жазылған. Жақсы. Тағы да қандай сұрақтарыңыз? Тегін келіп қаралады. Сұрақтарыңыз бар ма тағы да? Сәлеметсіздер ме? Менің бір сұрағым, емхананың ескі ғимаратының болашағы қандай? Қайсысының? Сыва ма, поликлиника ма? Ау? Әуелбек аталған поликлиника. Так, оны ремонттаймыз, сосын бір мекемені кіргіземіз. Қазір бюджетке ақшасы қарастырып отырық. Тағы да қандай сұрақтарыңыз? Жоқ па сұрақтарыңыз? Жоқ. Онда тамамдаймыз ба? Онда келіп қатынасқандарыңызға көп рахмет. Мынау келе жатқан жаңа жылдарыңыз құт береке әкелсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, жылда жақсылықпен ғана қарсы алатын болайық. Бүгінгі таңда бүгін бюджеттің жобасын депутаттарға беріп жатырық. Утверждениеға көптеген проекттеріміз біздің ұсынған қолдау тапты. Сол себептен оны алдына қартай айта жатар. Сол енді оны айтуға болады, что үкімет Арқалық қаласына оң көзін қарап, қазір сондай қаражаттар бөлініп, жолға да үйлердің төбесін арғаттай жөндеуге, жаңағы айтып өткен су құбыры, енді өздеріңіз білесіздер, тозығы жетіп қалған 100%-на қаланың кейбір учаскаларына, соған миллиард теңгедей ақша бөлінді. Соған енді конкурс өткіземіз. Сосын Родина ауылына 12 көшеге ақша беріліп отыр. Фурманова, Восточный, Ашутасты 4 ауылдың көшелерін асфальттауға 1 миллиард 200-дей ақша бөлінді. Сосын Үштөбенің кіреберісін бастауға 240 миллион берілді. Ол бірінші этап, арғыта жалғасы табады.
барлық жобаның құны 850 миллион теңге. Сол енді басқа да жобалар биыл басталған, ол анау ашу тасты ангар қалған ақшасы қарастырылды. Бюджетте оны келесі жылы жалғасын табады. Мынау шағын микрорайон северный 7 микрорайонның жұмысын аяқтауға ақша қарастырылды. Шаша Жәнбек 51-дегі үйді аяқтауға ақша қарастырылды. Сондай жұмыстар бар. Сол себептен жаңа біз өзіміздің бюджетімізден Шаша Жәнбек 49-дағы жаңа айттым ғой, Абай Жаркөл бізге сыйлық ретінде берген үйді жобасын істеуге өзіміздің бюджеттен ақша қарастырып отырып, жоба істеп, сосын барып құрылысына облыстық бюджеттен ақша сұраймыз. Сосын мынау кинотеатр Қазақстанды қарап, соны сатып аламыз ба деп жатыр. Ол да бәлен жылдан бері бос тұр. Бізде өздеріңіз білесіздер, спортзал бізде тапшылық. Қыстыгүні балалардың баратын спортзалға өте кестесі өте загружен дейді ғой. 12-1-ге шейін жігерде балалар айналысады. Сол себептен сол кинотеатр Қазақстанды сатып алып, сосын бар құрылысына, реконструкциясына облыстық бюджеттен ақша сұраймыз ба деп отырып, ол да бір жақсы спортзал болып қалады. Енді бұрынғыдай кинотеатрға бара қоймайды ғой, барса да 40-50 адамға насиятын залдар қажет. Сондай жұмыстар. Сосын енді жаңағы Шаша Жәнбек 100-дегі спортзалға да ақша қалған 45 миллион теңгесі қаралып жатыр. Оны да сол келесі жылы аяқтаймыз. Сондай жобалар бар. Бюджеттің ақшасы қаражат қаралған аз емес, бірақ ешқашанда ақша көп болмайды ғой. Тағы да сұраныстарымыз бар. Соны енді жақын арада қарап, соның өтініштеріміз оның қолдауын табады ғой деп ойлап отырмын. Жаңа мектепке облыстық бюджеттен миллиард қаралып тұр, миллиард 300 по-моему, да? Соны енді амандық болса, келесі жылы бастаймыз. Сол өткендегі сол айтылған орында, сол жаңа мектептің құрылысы басталады. Сондай жобалар бар. Сұрақтарыңыз жоқ болса, онда барлықтарыңыз сау болыңыздар. Аман болыңыздар.